Қайырлы күн. Дүниежүзі елдерін экономикалық даму деңгейі бойынша жіктеу, соның ішінде дамыған елдер туралы қарастыратын боламыз. Жалпы дүниежүзі елдерін Ресей географтары 3 топқа бөледі. Ол қандай топтар? Яғни, бірінші топ ол экономикасы дамыған елдер. Яғни, біз осы дамыған елдер туралы бүгін қарастырамыз. Екінші өтпелі экономикаға тән елдер. Үшінші әрине дамушы елдер. Әртүрлі көрсеткіштеріне байланысты осындай 3 топқа топтастырған. Бүгін біз сіздермен осы дамыған елдер туралы қарастыратын боламыз. Жалпы дамыған елдерге бірнеше ассоциация айтайық. Дамыған елдер әлемдік нарық пен халықаралық еңбек бөлінісінде жетекші рөл атқарады. Нарықтық экономикасы дамыған елдердің қатарына 40 мемлекетті жатқызуға болады, яғни халықаралық ұйымдардың шешуі бойынша 40 елді. Олардың 35-і әлемдік тауар өндірісі мен қызметтің 60% тиесілі болатын экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымына мүше екен. Яғни экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымына мүше екен. Міне, жаңа дамыған елдер. Арғарай қарастыратын болсақ, дамыған елдерде жиынтық ішкі өнім және энергияны тұтыну жан басына шаққанда өте жоғары. Екіншіден, адамның өмір сүру жасы ұзақ, яғни дамыған елдерде қызмет көрсету саласы басым, яғни өте жоғары деген сөз. Экономикасы ашық және жиынтық ішкі өнім құрылымында ауыл шаруашылығының үлесі төмен деген сөз. Яғни қызмет көрсету саласы басым, ауыл шаруашылығы төменді көрсетіп тұр. Ал енді жалпы дамыған елдерге тән қандай алғы шарттар бар? Неге олар осындай дамыған елдер қатарына жатады дегенге тоқталатын болсақ, өйткені олар өте ұзақ уақыт тәуелсіз болған. Қоғамда демократиялық принциптердің тұрақты қалыптасуы, жетілген заңдардың болуы, экономикалық нарықтық жолмен дамуы, қызмет көрсету саласының басым болуы, әлеуметтік базаның жоғары деңгейде сапалы дамуы, экономикалық және әлеуметтік дамуды қамтамасыз ететін саяси жүйенің болуы дамыған елдердің дамуына негізгі алғы шарт болып отыр екен. Жалпы дамыған елдердегі экономиканың басты қозғаушы күші ол ғылыми техникалық прогресс. Дүние жүзі бойынша ғылыми зерттеу және тәжірибелік конструкциялық жұмыстарды бөлінетін қаржының 90%-ның астамы осы дамыған елдерге тән екен. Ғылыми техникалық ілгерілеудің басты көрсеткіштерінің бірі, яғни ғылыми техникалық прогрестің ол ғылымға негізделген өндірістің дамуы. Оған біз Америка құрама штаттарын, Германия, Жапония сияқты мемлекеттерді мысал қылып айта аламыз. Жалпы жиынтық ішкі өнім құрылымында 30-40% осы ғылымға негізделген өндірістің өнімі үшін үлесі немесе 30-40-ы. Сондай-ақ осыған байланысты жалпы қазіргі заманғы білім беру жүйесі экономикалық өрлеуге ықпал етеді. Соның ішінде Жапония мемлекетін айтуға болады. Жапония мемлекетінде сондай ғылымға негізделген 450 университет барын атап өтуге болады екен. Яғни дамыған елдердің жоғары дамуы ол ғылымға негізілген өндірістің дамуы екен. Және дамушы елдердің негізгі ерекшеліктеріне тоқталатын болсақ, жалпы дамыған елдердің шаруашылығының ерекшеліктеріне тоқталатын болсақ, біріншіден дамыған елдер шикізат пен еңбек ресурстарын аз қажет ететін және ғылыми зерттеу мен тәжірибелік конструкторлық шығындар көлемі көп болатын, жоғары технологиялық салалар мен технологиялық қызмет көрсететін софт салалар күшті дамыған екен, біріншіден. Екіншіден, дамыған елдердің бәсекеге қабілеттілігінің негізін ғылым және білім
мен жаңа жоғарғы деңгейдегі мамандар құрайды екен. Яғни бұл дамыған елдерде жаңағы бәсекеге қабілетті жоғары деңгейлі мамандар өте көп деген сөз. Үшіншіден, дамыған елдерде халықаралық саудада айқын басымдыққа ие. Яғни әлемдік нарыққа өңделген, бағасы жоғары өнім, сапалы өнім көрсете алады, қызмет көрсетеді және ақылы еңбегі нәтижесін ұсына алады. Мысалы, лицензия, патент деген сияқты. Және соңғысы бұл дамыған елдердің қаржылық, ғаламдық ағындарда тоғысуы. Яғни қаржы орталықтары ол Лондон, Чикаго, Нью-Йорк, Токио қаржы нарығының негізгі қатысушылары және ірі қаржы несие ұйымдары. Яғни ұлтаралық бірлестіктер, ұлтаралық банктер деген сияқты. Және осы олардың ең ірі 20-сы осы дамыған елдер 20-сының 13-і дамыған елдердің үлесіне келеді екен. Қаржының 90%-ы 13 ірі ұлтаралық банктердің жаңағы айналымына түседі екен. 90%-ы дамыған елдердің үлесінде деген сөз. Міне балалар, бұл жалпы дамыған елдердің ерекшеліктері деп айтуға болады. Дамыған елдердің де инфрақұрылым және әлеуметтік қызмет көрсету жоғары даму деңгейіне жеткен. Ал ол қалай жеткен және оған біз жаңағы бірнеше ассоциация арқылы және дамыған елдердің негізгі алғы шарттары туралы жаңа біз сіздермен атап өттік. Яғни көп уақыт ұзақсыз тәуелсіз болуы, заңдардың болуы, экономикасының ашықтық болуының бәрі осы дамыған елдердің қазіргі көрсеткішінің негізгі себебі немесе алғы шарты деп айтуға болады. Міне бүгінгі өтетін тақырыбымыз осы. Келесі кездескенше сау болыңыздар.